Саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 666 бұйрығына сәйкес халықты, тұрғындарды, соның ішінде диспансер есепте тұратын ересектерді және 18 жасқа дейінгі балаларды тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бекітілген. Бүгінгі таңда менің айтқым келіп отырған тақырып скарлатина. Бұл балаларда өте жиі кездесетін жедел жұқпалы ауру. Оның клиникалық белгілері балада дене қызуының көтерілуі, жалпы интоксикация, денесінде бөртпенің пайда болуы және тамағының ауруымен көрінетін ауру. Бізде амбулаторлық деңгейде бұл ауруға тегін дәрі-дәрмек, антибиотик, амоксиклав дәрісі беріледі. Бұл 3 түрлі дәрілік формада болады. Суспензия, таблетка және капсула түрінде болады. Ал цифекон дәрісі бұл ректальный свечи, яғни баланың құйрығына тікішегінен салынады, балада қызуды түсіреді және қабынуды тоқтатады. Немесе бұны таблетка түрінде біз күнделікті қолданып жүреміз, парацетамол таблеткасы түрінде қолдануымызға болады. Бұдан бөлек эритромицин таблеткасы бар, бұл тек қана таблетка түрінде қолданылатын антибиотик. Құрметті тұрғындар, осындай мемлекетіміздің халыққа жасап жүрген жеңілдігін пайдалана отырып, біз балаларымызды ешқандай асқынусыз стационарлық деңгейге жеткізбей, өзіміздің емхана амбулаторлық деңгейде емдеу біз дәрігерлердің басты мақсаты және міндеті. Сондықтан да балаларымыз ауырмасын, еліміз тыныш болсын, денсаулықтарымыз мықты болсын.